оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Бұл менің соңғы жасаған жұмыс орным. Осы жерде 2 жыл бұрын жұмыс істедім. Арғынға жұмысқа шықпай тұрып, осы жерде істеген болатым. Ол Назарбаев зияткерлік мектебі, физика-математика бағыты. Өте керемет мектеп, өте жақсы ұжым. Міне осы жерде істеп, керемет бір адамдармен танысып, сондай бір жақсы сәттер болған. Қазір өшеге мен 2 жылдан кейінгі еңбек кітапшамды алып кетуге келе жатырмын. Мен танитын қыздар бар, қазір көрем бекен, көрмейтін бекен. Бұл енді үлкен мектеп қой. Бұл жерде кафедра мен мысалы тілшілер кафедрасы дейді, математика кафедрасы деген сияқты. Бұл жердің ол кафедраның өздері бір ұжым. Әрқайсысы өз ұжымдарымен араласып сөйтіп жатады. Бұл жерден шыққан мықты балалар. Өте міне Назарбаев зияткерлік мектебі. Өте мықты балалар. Оқиды. Шынымен әріптестерді, мамандарда керемет. Осылай міне бұл жерде біраз жыл жұмыс істеп қалған жайым бар. Шынымен кафедрамен. Міне мен уже танысымды кездестірдім. Қалыңыз қалай, Еркін ағай? Денсаулығыңыз қалай? Жақсы ма? Сәлем. Мен каналым бар ғой, соған түсіремін. Қазір осы жаққа келе жатырмын деп жазған жаңа. Енді отдел кадрға айтыңыздар. Бұл мектептің әжетханасының орны бәрі керемет, осындай күшті, тап-таза. Осы жерден шықтым. Міне бұл да бір керемет территорияны алып жатыр. Көрдім. Міне қараңыздар, осы жердің бәрі керемет территорияны алып жатыр. Үлкен. Міне таның артында осы басқа қаладан немесе осы қаланың алыс жерлерінен көп келіп оқитын оқушылар жатады. Мұнда жағдай керемет. Тіпті осы қалада тұрып, бірақ алыста тұратын болсаң, бір өзінің арнайы бір қашықтықтары бар. Сол қашықтыққа сай келсе бала, оған жатақхана беріледі. Жатақхананың ішінде барлық жағдай жасалған. Аппақ төсек, орамалдарға дейін аппақ. 5 мезгіл тамақ. Мынаның ішіндегі оқитын балалар 3 мезгіл ішеді, жатақхананікі 5 мезгіл тамақ ішеді. Міне қараңыздар, Назарбаев зияткерлік мектептері. Бұл бүкіл Назарбаев мектептерін басқаратын мекеме. АО деп айтылады. АО деп айтады енді бәрі. Акционерное общество ма? Сондай Назарбаев зияткерлік мектептер деп аталады. Бүкіл зияткерлік мектептің үстінен қарайды. Осы жерде бас екеңдер, отыратын мұнда. Аңғи бастықтар тексеруге келетін. Сол міне бұл сол жағалаудың ең шеткі жағында орналасқан. Әне жаңа мешіт тұрған жерде. Жаңа мешіт міне осы жерде орналасқан. 1 жыл болды мен бұл жаққа келмегелі, бұл мектепке келмегелі. Труда бойымды алып кеттім. Прощай, Назарбаев школа деп кетіп барам енді. Сол. Енді алыстан обзор жасасам, жаңаға Нишқа Назарбаев интеллектуальный школ дейді, Назарбаев зияткерлік мектептері міне. Осының барлығы міне бүкіл Назарбаев зияткерлік мектептері. Анау тұрған Назарбаев университетінің жатақханалары міне қараңыз. Ал мына тұрған міне үстінде күмбезі бар. Ол зияткерлік мектептің несі, зияткерлік Назарбаев университеттің өзі. Ал міне зияткерліктер мына жақта мектептер. Мына жақ міне мұғалімдерге берілетін үй, жатақхана, өзі университеттің өзі. Осы жерде істеп жүргенде міне Назарбаев университет тағы да көрсетейін. Міне қараңыздар, Назарбаев университет ар жағында Назарбаев зияткерлік мектептер деп айттым. Осы жерде мына автобусқа жүгіретінбіз 51 сағат. Күндіз 2-де келіп жұмысқа, сағат түнгі 10-да шығатынбыз. Бұнда міне осылай жүгіретінбіз. Бұл мега. Арасында қыздармен осы мегада кездесіп шай ішетінбіз. Өте жақсы район. Күшті ұнайды маған. Осы жерде жүгіріп, сағат 10-да жұмыстан шығамыз ғой. Автобустар қалып қоямыз кейбір кезде. Мені көбіне алып кететін машинамды. Бірақ арасында автобуспен жүретін кезде осылай болатын. Міне мына остановка. Жерде 50-де отыратынмын, 37-де отыратынмын. Осы районда жағынан жаяу жүргенге жетсін. Кейде автобуспен жүрсең көп нәрсені танисың. Ал машинамен көбіне біле бермейсің. Сол кейде автобуспен жүремін. Назарбаев университетіне мен
оқушылар экскурсиясын ұйымдастырып жиі келетін осыдан бір 10 шақты жыл бұрын, жоқ 6-7 жыл бұрын. Соңғы экскурсиям 2019-да аяқталды, карантиннан бұрын. Тіпті 2020-да Кошты университеті оқушылар осыған экскурсияға келгеннен кейін осы университетке түсуге талпынатын балаларымыз. Екібастұз қаласында Зерде мектебі бар, сол Зерде мектебінің оқушыларын осында келетін экскурсияға. Профориентациялық экскурсия деп осында, және мед университетке, мед академияға тұратын. Сонда мұғалімдердің айтуы, анализ жасайды ғой. Осыған келгеннен кейін балалар, біраз бала осы университетке түсті, Екібастұздың Зерде мектебінің түлектері. Құрметті оқырмандарым, біз 109-ды былай келіп көрген емеспіз, телефонмен звондаймыз. 109 ай көмек деген орталық, иә. Соның ішінде бірнеше мекемелер бар екен. Міне карьерный центр дейді. Осындай үлкен мекеме, барлығы осында екен. Бұл жерде жұмыспен қамту ай көмек деген мекемеге келдім. Құрметті оқырмандарым, осы жерде үлкен мекеме екен. Бұның ішінде тек қана ай көмек емес, жұмыспен қамту, жастарға жұмыс беру, әлеуметтік көмек, түрлі орталықтар бар екен. Енді мына жерден қазір түскі ас ішкім келіп тұр. Ренатты шақырып жатырмын. Түскі асқа қазір. Біздің Нәмірдің мектебі, міне бүгін атасы екеуміз өзіміз алып кетейік деп мектебіне келдік. Атониға сюрприз. Біз бірінші келіп тұрмыз мектебіне. Қазір ол білмейді біздің келетінімізді. Қазір көреміз. Мұғалім алып шығады. Балаларым бәрін әкетіп жатыр. Школа. Школдан алып кеттік әмірді. Не ожидал. Осын сый жасаймыз десек, апай айтып қойыпты. Атасы мен апасы алып кетеді. Атаң мен апаң алып кетеді деп. Ой, как не ожидал дейді. Азиокан садикіне келдік. Азиокан алып шығамыз қазір. Садик Азиоканы. Қазір шығады. Тұрмыз Азиоканы. Амар, иди сюда. Күйеуіме келе жатырмыз. Міне бір пакет қандай мындай кола дейма, бұл кола ішпейтін, соны үйреніп алыпты, қазір ішетін болды. Енді айтады, бұлар айтады, Азиок айтады, мен күнде магазинге кіремін дейді. Каждый день. А танцы у меня один раз в неделю дейді. А не надо туда ходить. Жүр, үйге барайық, мама тосып отыр ғой. Сосын мен айтам, один раз в неделю магазинге кірсе, болмай ма десек, мен болмайды дейді. Один раз каждый день кіреміз магазинге дейді. Дети, сонымен магазинге күнде кіресіңдер ма? Күнде кіресіңдер ма? Неге күнде? Неге күнде? Күнде кірмей қояқ, давайте так решим. Балалар, неделю один раз кіресіңдер. Нет.